Сосын оған гипс салып қойдық. Больницаға барып. Ол кезде 80-ге таяған кез ау. Сосын бәрі туысқандарым мамамнан көрді да, сен ұрып тастадың деп. Сосын мен айттым, ол ұрған жоқ, құлады деп. Мен сөзімді ешкім тыңдаған жоқ. Содан біз жаз кезінде ойнап жүрдік далада. Сосын үйге келген кезде қарасам, ана кісі шылап ұрсап шығып кетір да, мамам жатыр. Ойбой. Талып жатыр ма, білмеймін. Мен ол жерде не ситуация болғанын білмеймін, бірақ барып жылағанымды білем, мама деп. Содан көрші апаға барып сол кісіні шақырып келдім да. Содан кейін мамамның басында киста пайда болды да. Содан кейін папа сол туысқанымыздың үйіне барып шөп тасып сөйтіп жүріп суық суға түскен кезде екі бүйрегі қатар ұстаған екен да. Андай август кезі ғой, сабаққа баратын кез. Сосын бір күні күн жанып тұр да, андай бізде 4 бөлмелі үй болды. Бір жерде мама ауырып жатыр да. Залға келсем, папа ауырып жатыр. Папаға барып дәрісін беріп не істеймін. Содан кейін барып жүгіріп барып мамаға барып. Жаныңыз ашып жүгіріп жүрсіз ғой Иә. сонда. Сол кезде бірінші рет сиыр сауып үйрендім да. Сонда сол туысқанымыз келіп мамаға айтады да, өтірік ауырып болдың ба деп. Сендер ауруды Қытайдан сұрап алдыңдар деп скорый шақырып екеуін бірге алып кетті да. Содан кейін мамам сол жерде